Ал енді балалар, біз кодпен жұмыс жасауды бастайық. Ең алғашқы бізде сары жолақ тұрады, басылған кезде кітапқа қараймыз, кітап арқылы тексеріп отырсақ та болады. Сәлем деңгейді 4 секунд бойы айту. Бірінші фиолетовыйға кіреміз, мәзірді аламыз, жазуымызды өзгертеміз. Сәлем, оқушылар. 4 секунд бойы айтып өтеді. Келесі, фонды жетігенге ауыстыру. Фонды біз фонымызды таңдаймыз. Таңдайтын болсақ, міне жетігенге таңдадық. Енді келесі, аспап қалай аталады деп сұраймыз. Аспап қалай айтылады? Және үшінші, 3 секунд бойы бізді күтеді. Міне. Қалай айтылады? Қазір дәл осы мәзірді тексеретін болсақ, сәлем, оқушылар. Кетіп көрейікші. Сәлем, оқушылар. Аспап қалай аталады? Деп бізден сұрап жатыр, міне. Міне, енді қобызымыздың фонын қоюға. Алғашқы фонды ауыстыру. Фиолетовый түске барамыз. Қобыз деген атауды таңдаймыз. Мұнда дәл жаңағыдай аспап қалай аталады деп оқушылардан сұраймыз. Келесі, 3 секунд уақыт күттіру. 3 секунд уақыт күттірусін сарыны таңдаймыз. 3 секундқа өзгертеміз. Дәл осылай қобыз деп айтуға. Қобыз. Және 3 секунд күтеді. Ал енді көрейікші. Сәлем, оқушылар. Аспап қалай аталады? Жетіген. Мына аспап қалай аталады? Қобыз. Ал енді оқушылар, толық түсінікті болу үшін біз енді жобамызды сақтайық. Дәл осы бірінші мәзірге кіреміз, файл мәзіріне кіреміз. Сохранить на свой компьютер деп мәзірді басамыз. Сонда бізге проект Scratch 1 деп сақталып тұр. Енді осы проектіміз сақталды деп прям тексеретін болса, басынан Scratch программасына кіріп көреміз. Бізде жаңа жоба ашылады. Жаңа жобаны қайтадан бастамас үшін алдымен загрузить с компьютера мәтінін басып, біздің Scratch'ымызды загрузить аламыз. Дәл осындай программа шығып тұр. Ал енді үлкейтіп қарасақ болады. Біздің Scratch'ымыз жаңағы сіздерді аспаптармен таныстырып,